Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман қауым. Сіздердің назарларыңызға терминдерді қалыптастырудағы аударманың рөлі тақырыбына дайындалған қысқаша дәрісті ұсынамыз. Елбасымыз өткен жылы рухани жаңғыру идеясын ұсынып, оны іске асырудың жолдарын көрсеткен еді. Болашақта сана ашықтығын одан әрі жаңғырту, екпінін күшейту талабы туындайтын сыңайлы. Бұл біріншіден тіл мәселесіне келгенде, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қағиданы басшылыққа алады. Сана ашықтығы қашанда тарихилық пен логикалықтың, дәстүршілдік пен жаңашылдықтың бірлігін айшықтайтын ұстаным болуы тиіс. Қазақ тілінің ұлттық терминологиялық жүйесін жасау, қалыптастыру, тұрақтандыру мәселелері қоғамдық, мәдени әлеуметтік жағдайлардың және ғылым білімнің дамуымен тығыз байланыста болатын аса маңызды мәселе. Тіл саласында, оның ішінде терминология саласында талқыға салып, ақылдасып, шешімін табуы тиіс түйткілді мәселелер жетерлік. Оны бір отырыстың немесе бір жиынның, бір дәрістің көлемінде қамту мүмкін емес. Еліміздегі терминологиялық жұмыстардың басым бөлігі салалық терминология мәселелері болып табылады. Салалық терминологияны дұрыс қалыптастыру үшін әрбір саланы жеке-жеке алып, оның терминдерін жан-жақты қарастыру керек екендігі белгілі. Ал салалық терминді жасау, түзу, немесе бір тілден екінші бір тілге аудару, сол саланың атау түсініктерін дұрыс анықтап, іріктей білуден басталады. Сондықтан, нақты саланың өзіне ғана тән төл және негізгі түсініктері, оның әртүрлі өндірістік жұмыстары барысында жиі қолданылатын атаулар ғана таңдалып алынуы шарт. Былайша айтқанда, әр салалық сөздік сол салаға ғана қатысты, сол саланы танып білуге негіз болатын атаулар жүйесін толық қамтуы керек. Бүгінгі таңдағы қазақ тілінің қолданыс аясын барынша кеңейту, оның мемлекеттік тіл мәртебесін орнықтыру істерінің бір тетігі осы терминдік жүйеде жатса керек. Қазіргі қазақ терминін түзуісі 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басынан басталғандығы белгілі. Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бергі кезеңдерде Байтұрсынұлы, Досмұхамедұлы, Омаров, Шонанов, Ермеков, Аймауытов, Дулатов, Кемеңгерұлы, Күдерин, Жұмабаев және тағы басты оқымысты зиялылар ұлттық тілімізде оқулықтар жазып аударды. Аталмыш еңбектерде ғылым білім атаулары қазақ тілінде жасалып, аударылып қолданыла бастады. Сондай-ақ жаңа сөздер де жасалды. Қолданыстағы баяғы сөздеріміз ғылыми ұғымдарға телініп, терминдік сипатқа ие болды. Кейінгі жылдары, атап айтқанда 90 жылдардан кейінгі кезеңдерде Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының игі істерін жалғастырушылар қатары артпаса кеміген емес. Ұлттық терминологияның теориялық та, практикалық та мәселелері жан-жақты қарастырылып, оның басты қағидаттары мен нақты тұжырымдары ұсынылған Қайдар, Айтбайұлы, Қалиев, Құрманбайұлы, Біләл, Ақаев, Әбдірәсілов, Әлішжан, Айдарбек және тағы басқа еңбектерін атап өтуге болады. Ал салалық терминші ғалымдар қатарында профессорлары Жүнісбек, Уәли, тіл білімі саласынан, Рақышев, Шәкенов, медицина саласынан, Сейітов, геология саласынан, Әбдіраманов, Таукен саласынан, Нұрахметов, Ақаев, химия саласынан, Аязбаев, Қайым, биология саласынан, Жамалбеков және тағы басқа сынды көптеген ғалымдардың ғылымның қазақша сөйлеуіне зор үлес қосып келе жатқандығын, бұрынғы термин түзу дәстүрін бүгінгі күнге жеткізіп отырғандығын ерекше атап өткен лазым. Жеке-жеке ғылым салалары бойынша жарық көріп жатқан сөздіктермен қатар, бұл жерде 2000 жылы Рауан баспасынан жарық көрген 31 томдық салалық терминологиялық сөздіктерді атап өтуге болады. Бұл сөздіктер, 31 томдық сөздіктер кейін толықтырылып 12 жылы қолға алынды. 3 жыл бойы 12, 13, 14 жылдары 31 томдық сөздік, 30 томдық сөздік болып
толықтырылып, қайта өңделіп жарыққа шықты. Осы ретте еліміздегі ғылыми зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының білікті де білімді, тәжірибелі сала маман ғалымдарының басын қосып, әрбір салалық терминдерді барынша қамтып, ұлттық үлгіде беруге тырысушылық байқалған 30 томдықты сөздікті құрастыру барысы жөнінде айта кеткен жөн болар. 3 жылға созылған сөздік құрастыру жұмысының басы қасында болғандықтан, ол кезде қиыншылық қаншалықты қиын да күрделі әрі жауапты іс атқарылғандығын қазір айту оңай. Академик Құсайынов жетелгішілік жасаған бұл науқанды іске сала мамандарымен қатар Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бір топ қызметкері де атсалысты. Осы жұмыс барысында қандай да сала болмасын, белгілі бір терминнің қазақша баламасын дөп тауып, дәл беру үшін қаншама уақыт, күш-жігер, тіпті 1-2 күнге созылып кететін отырыс жайын айтсақ та жеткілікті. Басты мақсат терминдерді мүмкіндігінше қазақ сөзімен, қазақ тілінің құралдарымен жасау және нақты салаға қатысты ұлттық ұғым түсініктерді беру болып саналды. Қазіргі таңда қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтың инновациялық білім беру аясында терминдерді құруда мынандай маңызды ерекшеліктер бар екендігін былайша жинақтап көрсетуімізге болады. Бірінші, 19 ғасырда Шоқан Уәлихановтың қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең тамашасы деп берген бағасына орай, шындығында да ана тіліміз тек әдеби емес, бүгінгі таңда ғылыми стиль жағынан да белгілі бір деңгейде жетілді деп айта аламыз. Әрине, техникалық жаратылыстану ғылымдары жағынан терминдерді аудару бойынша кемшін қалып жатқан тұстары болуы мүмкін. Бірақ қоғамдық ғылымдар саласында бай сөздік қорымыздың арқасында біздің тіліміздің ғылыми стилі одан ары кемелдену үстінде. Мәтіндерге үңілсек, орыс, ағылшын тіліндегі қоғамдық ғылым саласы бойынша жазылған еңбектерде сөйлемдердегі сөз қайталаулар жиі кездеседі, және ол аса бір кемшілік болып та табылмайды. Ал қазақ тіліндегі ғылыми еңбектерде бір абзацта бір сөзді қайталамау талабы бар. Мәселен, орыс тіліндегі проанализировано деген сөздің аудармасына талданды, зерделенді, сарапталды, таразыланды, сараланды, тағы басқа бірнеше сөздер сәйкестене береді. Және олар ғылыми айналымға енгізілген аса қолайлы түсініктер болып отыр. Сондықтан да аударма калькалану түрінде емес, негізінен мәтіннің негізіндегі мағыналық пен басты мазмұнды негізге алу керек. Ұлттық аударма бюросының директоры Рауан Кенжеханұлының өзі де терминдер мен басқа да қазақи ұғымдарды аударудың күрделілігін былайша түсіндіріп өтеді. Мысалы, негізгі атауын тура қазақшалағанда көңілге қонымсыз, қазақы түсінігімізге томпақ келетін аудармалары болды. Біз олармен көп жұмыс істедік. Тіпті әлгі кейбір кітаптың қазақша атауын нақты бере алмай отырмыз. Карен Армстронгтың туындысы, орысшасы «История Бога» деген атауды тура аударсақ, құдайлар тарихы болуы керек. Ал біздің сенім бойынша тура солай беруге болмайды. Сонымен қатар, мысалы, әлеуметтік хайуан, немесе қоғамдық жануар деп атау қазақы болмысымызға жат. Мүмкін бұл әлеуметтенген хайуан, қоғамдық ортаға тағайындалған хайуан, тағы басқа болып аударылуы қажет. Өйткені аудармадағы сөз сананы қосымшаларына басын аудара бермеу қажет секілді. Ал «История Бога» құдайлардың бастан өткергендері шығар. Мәселен, Мысырдағы «Книга мертвых» өлілер кітабы емес, әруақтар кітабы деп аударылса қалай болар еді. Екіншіден, қазақ тілі мен ғылымын жетік меңгерген мамандардан құралған кәсіби аудармашылар мектебін құру және оған тұтас мәтінді стилистикалық, грамматикалық жағынан қайта тексеретін тілші мамандарды тартуға тиіспіз. Ал ағылшын тілінен аударушылар ағылшын, қазақ, орыс тілдерін еркін меңгерген білікті маман болуы қажет. Ең бастысы, аударылатын емес, аударылған тілді жетік меңгеру керек. Әрине, аударылған оқулықтарда 15-20 ғалымдар тобынан құралған редакция алқасында пікір берушілерде, редакторларда тағы басқа барлығы 20 шақты білікті мамандар бар. Бірақ
аударатын тіл мен аударылған тілді және сол ғылым саласын жетік меңгеретін аудармашылардың кәсіби мектебі бізде құрылмағандығы рас. Ғылыми тіл мен ғылыми көпшілік тілді қазақ тілінде сөйлетуді одан ары өркендету. Осыған орай қазақ тілінде дәріс беретін оқытушы профессорлар ғылымның негізгі қағидаларын орысшадан тікелей калька жасамай, баршаға ұғынықты өте қарапайым тілмен жеткізуге баса мән беруі тиіс. Күрделі ойды қазақ тілінде қарапайымдандырып, барып жеткізудің студенттерге, магистранттарға, докторанттарға арналған технологиясы жасалуы тиіс. Ғылым ауқымды және іргелі әлеуметтік институт. Сондықтан негізгі идеядан ауытқып кетпеуіміз керек. Осыған орай тексермелі қайта аударма тәсілін қолдануымыз қажет. Яғни аударылған мәтінді қайтадан керісінше басқа аудармашы немесе басқаша көзбен қарап сол тілдегі аударсақ, ол бастапқы мағынасын қалай беретіндігіне көз жеткізе аламыз. Қазіргі жоғарғы оқу орындарында аударма ісі гуманитарлық білімдер негізінде мамандығы бар. Онда аударма тану, аударудың технологиясы мен техникасы, әдісі мен әдіснамасы ғылыми негізде оқытылады. Сондықтан мәтінді бір тілден екінші тілге аударушылар алдымен осы сала бойынша арнайы курстардан өтуі тиіс деп ойлаймыз. Сонда калькалап аудару мен түсіндірмелі аударманы қатар қойып салыстыруымызға болады. Келесі кезекте ескеретін жайт, өткен кезеңдердегі аударушылар тобы бірнеше рет бас қосу кеңестер өткізу кезінде анықталған бір нәрсе бар. Ол қазіргі кезде аударылған оқулықтардың тек батыс елдері оқулықтары екендігі. Оларда негізінен тек батыстық ғалымдар мен ғылыми мектептердің еңбектері, көзқарастары келтірілген. Ал философия, мәдениеттану, тіпті әлеуметтану сияқты ғылымдардың мазмұнына қатысты шығыс елдері ғұламалары мен заманауи авторларының жұмыстары да аз емес. Сондықтан алдағы уақытта шығыс елдері авторлары жазған маңызды оқулықтарды аудару қажет. Рухани жаңғыру бағдарламасында президенттің өзі де шетелдік оқулықтарды әртүрлі тілдерден аудару керектігін атап өтеді. Жоғары айтылғандардың негізінде сондықтан жаһандану кезеңіндегі этнолингвистиканың статикалығы мен динамикалығы мәселесі туындайды. Тілдер күресі объективті жүзеге аспайды. Ол санада құрылатын психолингвистикалық процесс. Мәселен, белгілі бір тілге деген сүйіспеншілік немесе игеруге объективті қажеттілік туындамаса, оны үйрену де психологиялық қиындық келтірер сөзсіз. Этнолингвистика статикалығы науқандық уақытша ұраншылдық түрде емес, табиғи эволюциялық түрде ұлтпен бірге дамитын, оның атрибуты болып табылатындығына байланысты. Ал динамизмі тілді білетіндердің санына, оны үйрену деңгейі мен қолдану аясын деңгейіне тікелей қатысты. Біздің бүгінгі мемлекеттік саясатымыз ана тіліміздің прогрессивті дамуын және қолдану аясын кеңейту динамизмін басшылыққа алады. Бірақ тілдердің қолданылу аясы шексіз, барлық тілдерге де қатар мүмкіндік бар емес. Сондықтан жаһандану жағдайындағы ағылшын тілін үйрену талабы ешқашанда қазақ тілінің өрістеуіне кедергі болмауы шарт. Осыған байланысты жаһандану жағдайындағы ана тілін дамытудың реконструкциясы құрылуы қажет. Ана тіліміздің қолданылу аясын кеңейту үшін оның ауани әлемде қанат жаюын, одан әрі өрістету, икемділігі мен ауқымдылығын нығайту және тағы басқа талаптар арқылы тілімізге жаңа мүмкіндіктер ашуымыз қажет. Оған терминология саласындағы қазақ тіліндегі балама сөздердің болмауы, тіл тарихының дұрыс зерттелмеуі, осыған байланысты кейбір төл сөздеріміздің ұмытылып, өзімізге шетелдік болып қайта оралуы сияқты мәселелер кедергі келтіретіндігі де ақиқат. Яғни, ана тіліміз жаһандану процесінің барлық талаптарына жауап бере алатындай икемді болуы шарт. Осыдан жаһандану жағдайындағы лингвистикалық, терминологиялық сала мәселесі туындайды. Шындығында кірме сөздер мен терминдердің қазақша баламасының болмауы, оның қолданылу аясын кей кездерде төмендетіп жіберетіндігі соншалық.
Сондықтан барлық терминдерді түгел қазақшалау бойынша екі түрлі көзқарас белең алған. Біріншісі, дүниежүзілік терминдерді аудармау қажеттілігін ұсынса, екіншісі барлық терминдерді түгел ана тілімізге ыңғайлап аударуымыз қажет деп есептейді. Яғни, аударылған терминдерді тіліміздің қабылдау климаты қандай деңгейде? Осыған орайда барлық шарттар ескерілуі керек. Мәселен, ақпараттық жаһанданудың басты көрінісі ғаламтор, интернеттің ғаламтор деп аударылуы мазмұн мен формасы жағынан да логикалы. Оны қоғамдық сана қабылдап та үлгерді. Лингвистикадағы барлық әлемдік терминдерді қазақша аударамыз ба, әлде оларды қалдырып, тек орыс тіліндегі сөздер мен терминдерді аудару қажет пе? Деген осы сауал әлі күнге дейін этнолингвистикадағы маңызды ахуалдардың бірі болып отыр. Әрине, оның жағымды, пайдалы және тиімсіз тұстары да бар. Бір ғана мысал, терминдерді сол әлемдік жазылу күйінде берсек, ол ағылшын тілін үйренуге әлем халықтарының бірін-бірі түсінуіне қарай жетелейтін болмашы қадамдардың бірі деп айта аламыз. Бұрынғы жаппай аудармалардың кейбірі қазіргі таңда қайтадан әлемдік терминдерге оралып отыр. Бұл қазақ тілінің статикалығы мен динамизмі мәселесін туғызады. Жаһандану жағдайындағы сәт сайын пайда болып, біздің тіл қорымызға енгісі келіп отырған көптеген терминдердің тағдыры бүгінгі таңда барынша күрделі және алаңдарлық ахуал деуге болады. Бұл лингвистикалық кеңістіктің диалогы мен монологы жағдайына алып келеді. Яғни, тіларалық диалог арқылы сөздердің трансформациясы туындайды. Тіл тарихы қашанда олардың диалогының тарихы. Мәселен, қазақ тілінің араб парсы тілдерімен диалог дәуірі арқылы көптеген сөздер сол тілдерден енген. Жаһандану жағдайында да тілдердің диалогы үстемдік етеді. Терминдердің бәрін түгел аудару мүмкін емес. Сондықтан ол неологизмдер ретінде біздің тілімізге ене бастайды. Бірақ оның көбеюі тіл тазалығы мәселесін туындатады. Лингвистикалық кеңістіктегі монолог бұрынғы терминдер мен қазіргі терминдерді түгел қазақшаға аударып, тіл тазалығы мен тұтастығын қамтамасыз етеді. Бірақ ортақ терминдер мен сөздер болмайды. Сондықтан жаһандану жағдайындағы осы екі модель әлі де теориялық зерделеуді қажет ететін нұсқалар болып отыр. Осыған сәйкес кейбір ғалымдарымыз тілдік аудармалар құбылысын көрсете келіп, тіл мәселесінің дамуының этноурбанизациямен шешілетіндігін атап өтеді. Тілімізге нарық пен жаһандану енгізіп отырған сөздер баршылық. Өмірдің ағымы оған тосқауыл бола алар емес. Керісінше, оны күшейтуде. Қазақ тілі үшін қауіптісі бұл емес. Біз неғұрлым тезірек қалалық ұлт болсақ, қазақ тілі соғұрлым жылдамырақ барлық салаға енеді. Өзінің қолданыс аясын барынша кеңейтеді. Сол сияқты қалада қазақ басым болса, көшеде де, дүкенде де, театрда да, мекемеде де қазақ тілі үстемдік алатыны сөзсіз. Міне қалалық ұлт болудың тағы бір ұтымды жағы осы ма деп ойлаймыз. Құрметті тыңдарман қауым, назар аударғандарыңызға көп рахмет.